Мектеп бітіріп, үлкен өмірге қадам басқан шағым. Жасым 16-да болды. Белгілі бір себептерге байланысты колледжге түсіп, универге оқуға жолым болмады. Есесіне көп достар тауып үлгердім. Үлкен қалада болған соң, анам уайымдап, нағашы әпкемнің үйіне жатқызды. Басында жатақханаға жатпақшы болдым, бірақ үйдегілер қарсы болды. Оқудың алғашқы айлары қалаға, үлкен ортаға бейімделе бастадым. Ол кездері агент, друг вокруг деген болған, соларға үзбей кіретінмін. Қолымда 6300 маркадағы сол кездегі кит телефон. Группалас қыздармен жақсы қарым-қатынаста жүрдім, бірақ ішінде ең жаныма жақын бір құрбым болды. Ол жатақханада тұратын. Кейде менімен бірге әпкемнің үйіне қонып жүрді. Екеуміздің әңгімеміз таусылмайтын. Сабаққа ертемен келіп, кітапханаға жайғастық. Сабақтарымызды қайталап болған соң, телефонға көз жүгірттік. Друг вокругқа кірдім. Бейтаныс бір жігіт жазды. Бірден нөмірімді сұрады. Әдетте, ондағы жігіттер басқаша оймен жазады. Бірақ бұл жігіттің бұндай талпынысына таң қалдым. Бірден нөмірімді бердім. Бірден хабарласып, кітапханада отырып сөйлестік. Бір қызық айтайын. Менің мінезім ер мінездеу, даусым да жуандау. Ал оның даусы жіңішке екен. Хабарласып, сөйлеген уақытта құрбым Аяна екеуміз шегіміз түйіле күліп алдық. Ол бірден телефонды қойып қойды. Аяна әбден мазақ қылып, оған қосыла мен де күліп, бір уақытта тоқтай сала ойландым. Көңіліне тиіп қалды ма, әлде менің жуан даусымды естіп, жүрексініп қалды ма, неге қойып қойды? Сол күйі сабаққа кіріп кеттік. Оның друг вокругтан профилін ашып көрсем, жасы менен 8 жасқа үлкен екен, үйленбеген. Ойы өрнегі бар, ағаштан жасалған бұйымдарды салып қойғанына қарағанда, сондаймен айналысады. Сол күні ол маған әлі хабарласпады. 2 күн өткен соң, ол туралы іздей бастадым. Қаланың шет жағында бір музейде қазан айының 24 күні қолөнер бұйымдарын көрсетеді екен. Ойланбастан, сонда барайын деп шештім. Жаныма жақын 2 құрбымды ертіп алдым, Аяна мен Назымды. Үшеуміз музейге кіріп аралап жүрміз. Ерекше бұйымдар екен, барлығы көздің жауын алады. Өте әдемі бұйымдар, қарасан көзін тоймайды. Әр салынған өрнектерге қарап, не деген биіктік, шексіздік, не деген құлшыныс деп таңырқай қарайсың. Менің мұның біріне де шыдамым жетпес еді. Ал бұл жерде қаншама еңбек, көз майын тамызып жасалған дүниелер. Аралап жүріп, өзімнің не үшін келгенімді ұмытып кете жаздадым. Әлгі жігіттің друг вокругтегі суретіне қарап, оны іздей бастадым. Қарайған адамның ішінен оны табу қиынға соқты. Сонда да өтірік бұйым көріп жүргенмен жан-жаққа шолу жасап, көзбен іздедім. Бір кезде тапқандай болдым. Телефондағы суретке қарадым. Және көз алдында тұрған бейнеге қарадым. Ұзын бойлы, арық келген, өнді, Нұрлан Еспановтың шашы сияқты. Бірақ оныкінен қарағанда қаралау шашы бар. Басқаны қайдам? Өзіме ерекше көрінді. Оған қарап біраз тұрып қалыппын. Жанымда Аяна мен Назым күбірлеп, бірдеңелер айтып жатыр. Түсінбей, мен оларға қарап қалыппын. Бір кезде Назым іздеп жүрген жігітіне басын айналып тұрғанда, оны сенен бұрын басқа біреу айналдырып жатыр деді. Басында сендер де оны көрдіңдер ғой, ұзын бойлы жігіт екен, сымбатты ғой дей беріппін. Олардың сөзін елемегендей болып, сонан оған қайта қарағаным сол еді. Жанында арасында бір қыз тұр. Екеуі кәдімгідей шүйіркелесіп, күліп, әңгіме айтып тұр. Оларға тесіле қарап тұрмын. Кәдімгідей ашудан жарылайын деп тұрмын. Бірақ неге? Ол жігітті танымаймын. Жай ғана маған жаза салды. Еще сөйлескенде мазақ қылғандай әбден күлдік. Арамызда ештеңе жоқ қой. Өзіме бұл сұрақты қайта-қайта қойдым. Тіптен не істерімді білмедім. Менің қарап тұрғанымды байқап, жанындағы қыз одан сайын оған қарай жармаса бастады. Мен түк түсінбедім. Жүріп жүрген қызы шығар деп ойладым. Сол жерде тұрып, ол туралы барлығын іздестіре бастадым. Қызбен түскен суреті бар болар деп, ВК, Инстаграм бәрін қарадым. Бірақ анасы мен әкесі, басқа ешкімді көрмедім. Ол қызды көріп, қызғаныштан өртеніп, кетейік деп едім,
Аяла мен Назым сәл күтейік, бір нәрсе болайын деп жатыр деді. Ортаға бір ер кісі шықты. Түрі таныс. Ұлым екеуміз жасаған қолөнеріміз деп түрлі бұйымдарды көрсетіп жатыр. Сөйтсем, ол әлгі жігіттің әкесі екен. Өзі әкесіне ұқсаған, бойлары ұзын, сымбатты. Оларға қарап, есім кетіп отырғанда, әлгі қыз шошаңдап, оның қасына барып, қайта-қайта ашуымды туғызды. Мен ашуланып, Назым мен Аянаға кетеміз деп кетіп қалдық. Автобусқа отырғанша үндемедім. Біреу сөйлесе, айқайлап берейін деп отырмын. Ойлап отырғаным сол еді, кондуктор келіп, за проезд береміз деп, қайта-қайта айқайлап, есімді шығарды. Өзім ашуым шығайын деп, ішім қыз-қыз қайнап отырғанда, сонша неге айқайлайсың? Тегін мініп кетпейміз, береміз 50 теңгенді деп, ашуымды шығарып, бір жеңілдеп қалдым. Тағы не айтқанымды білмеймін, бәрі жан-жағымда маған бадырайып қарап қалған. Аяла екеуміз әпкемнің үйіне келдік, ал Назым өз үйіне кетті. Аяла жатақханада жалғыз өзі болғандықтан, оны жаныма шақырдым. Үйге келсек, үй бұғып жатыр. Әпкем жоқ, 3 бала шағасы жылап жүр, сырттарынан құлыптап кеткен. Маған хабарласып ескертпеген, кеткеніне біраз болған. Себебі балалар шошып қалған, қарындары аш. Мен үйді жинадым. Аяла тез арада тамақ жасап жіберді. Бала шағаны тамақтандырып, өзіміз тамақтанып боламыз дегенше кеш те батты. Балаларды ұйықтатып, ыдыстарды жуып жатқанда есік ашылды. Әпкем мен жездем келіпті. Келе сала әпкем қуанып, сенің келетініңді білдім ғой. Жұмысым асығыс шақырып қалып, зарядкамда өліп қалыпты. Саған хабарласа алмадым. Балалар ұйықтап қалды ма деді. Күндізгі ашуым басылмаған. Бірдеңе деп сөйлейін деп едім, Аяла қолымнан ұстап қалды. Сөйтті де, әпке, онымен еріп келгенім жақсы болған. Екі жақтап барлығын жасап тастадық. Балалар ұйықтап қалды. Енді бірге сабақ орындаймыз. Бірігіп жасайтын жоба бар еді. Мен мұнда сол үшін келдім деді. Аяланы ертіп, басқа бөлмеге кірдік. Аяла төсек салып жүр. Мен ашуланып әлі отырмын. Бүгінгі күн мен үшін сәтсіз өтті. Екеуміз сабақ орындадық та, бірден ұйқыға кеттік. Қатты шаршаппыз. Түн, кенеттен соғылған қоңырау оятты. Сағатқа қарасам, түнгі 3:45. Сәлем деді таныс дауыс. Оның кім екенін іштей сезіп тұрмын. Күні бойғы ашуымды тарқатқандай болды. Екеуміз біраз сөйлестік. Ол мені музейде күндіз байқаған екен. Бірақ мен оны көрді деп ойламадым. Бар ойым әлгі қызда болды. Оны өзінен сұрауға бата алмадым. Екеуміз қанша уақыт сөйлескенімді білмеймін. Әйтеуір таң ата ояндым. Сөйтсем, телефонды құлағыма таққан күйі ұйықтап қалыппын. Сағат 8-ден 5 кетті. Аяла ана жақта таңғы ас дайындап жүр. Әпкем мен жездем жұмысқа кетіп қалыпты. Аяла келіп, тез тамақтанып алайық. Балалар тамағын ішті. Үлкені мектепке, екеуін садикке апаруымыз керек. Сабақтан қаламыз. Бол тұр деді. Мен болсам маужырап, орнымнан сүйретіліп, әрең тұрдым. Аялаға таң қаламын. Біреудің тірлігі ғой, неге сонша бәйек болады екен? Әпкем мен жездем де қуады. Біз нянямыз ба? Еще ол кісілерге мен ай сайын пәтер ақысын төлеймін. Осында келерде солай келіскенбіз. Бүгін қайта бірінші пар болмайды. 9-дан 45 кеткенде оқуда болуымыз керек. Екінші сабаққа барамыз. Кейінге шегерген бе, білмеймін әйтеуір. Бала шағаны сабағына, садигіне апарып, оқуға да үлгеріп бардық. Барып алып, барлығы сабақ оқып отырғанда мен ұйықтап кеттім. Мұғалімнің айқайлаған даусынан шошып ояндым. Сабаққа келдің ба, демалуға келдің ба деп ұрса кетті. Кешірім сұрап, лекцияны қайталап, сабаққа бет бұрдым. Бір уақытта СМС келді. Қалайсың? Кешке қолым бос па? 5-терде алып кетейін. Бірге тамақтанайық. Бірден я дегім келді. Бірақ әпкеме не деймін? Үйге кеш барсам, дереу анама жеткізеді. Не істесем болады деп ойланып отырдым. Аяла құрбым, өз өмірін не істесен де байға тимей жатып, біреудің жағдайын жасау дұрыс емес. Жолық, жақынырақ таныс, мүмкін бағын шығар. Мен бүгін жатақханада боламын. Хабарласып тұр, уайымдатпа деді. Содан тәуекел деп, оқудан шыққан соң үйге бардым. Үйге келсем, тура кешегідей
бәрі жайрап жатыр. Бала-шаға ойнап жүр. Бәрін реттеп, әпкемнің келгенін күттім. Кешегіден кештеу келді. Сағат кешкі 6. Мені 5-ке шақырған. Қайта-қайта WhatsApp-тан жазып жатыр. Қазір әпкеме айтамын, былай айтамын деп отырған. Менің аузыма құм құйылды. Телефонға қарасам, Аяла қалып кетпей бар деп жазыпты. Өз-өзімді қолға алып, әпкеме мен қыдырып қайтамын деп үйден шығып кеттім. Шықтым деп жазғаным сол еді. Қай жерде деп тұрған жерімді сұрап, дереу осында келді. Екеуміз біраз қаланы араладық. Донер алып, сусын, балмұздақ әперіп, кешімізді тамаша өткіздік. Қанаттың жанында өзімді бақытты сезіндім. Бірінші рет жолықсақ та, оған деген жатырқау, ұялу дегенді білмедім. Аспанда ұшып жүргендей, ерекше сезімде жүрдім. Көкіректе бір кірбің тұрды. Онымен ашық сөйлескім келді, бірақ бата алмадым. Қанатқа қарап қоямын. Көздерінде бір басқаша сөз айтып тұрғандай, тұла бойым түршігіп кетті. Артық еш нәрсе демей, мен де ештеңе сұрамастан жүре бердік. Сағатты да қарамағам. Үйге келсем, сағат түнгі 2:42. Мәз саған деп таң қалып тұрғанда, әпкем келіп шашымды жұлып, бетімнен ұрып, әртүрлі сөздер айтып, жанымды ауыртып, Қанаттың көзінше ұятқа қалдырды. Қанат бәрі жақсы болады деп жақындай бергенде, әпкем араласпа деп оны да қуып жіберді. Қанат амалсыз маған аянышты көздерімен қарап кете барды. Әпкем мені үйге кіргізіп, төсегінде омалып-омалғыр деп есікті тарс жауып кетіп қалды. Таңертең жексенбі күні болғандықтан біраз ұйықтаймын деп ойлағанмын. Бірақ әпкем тағы да шу шығарып, анаммен сөйлесіп жатыр. Байғұс анамның тамағынан ас өтпей, елпілдеп, осында жетіп келді. Әпкем неше түрлі әңгіме айтып, мені әбден жамандап жатыр. Дұрысын айтса да, дұрыс емесін айтса да, үндемей тек тыңдап отыра бердім. Ал анамның екі көзінен жас парлап ағып жатыр. Әпкем болса қояр емес, қаңғыбас қызынды алып кет, мен жауап бермеймін деп, 2 бөлмелі квартираны басына көтерді. Анамның туған сіңілісі ғой, неге сонша шу шығаратынын түсінбеймін. Ұрысса, неге маған ұрыспады? Анам байғұс маған қарап тұр. Мен шыдай алмадым. Жаспыз, қыдырамыз, жүреміз. Онда тұрған не бар? Енді сіздің бала-шағаңызды асырап, үйді жинап, құл болып жүрейін бе? Тудыңыз ба? Өзіңіз қараңыз. Енді мұнда мүлде келмеймін деп, анамды, жүктерімді жинап кетіп қалдым. Шықтым да, қайда баратынымды білмедім. Аялаға хабарластым. Оған мән-жайды айтып беріп едім, ол дереу жатақханаға келуімді өтінді. Анам екеуміз сонда қарай ұштық. Аяла таныс тәрбиешімен сөйлесіп, мені сонда орналастырды. Қалай қуанғанымды айтып жеткізе алмаймын. Анам да мәз. Орналасып көшіп болған соң, анама шай тамақ беріп, вокзалға шығарып салдық. Қанша жүзі жарқын болғанымен, көздерінде мұң бар. Бауырымен ұрысып қалған соң, бір түрлі болып тұрғаны анық көрініп тұр. Анамды шығарып салған соң, жатақханаға келдік. Аяла екеуміз отырып, біраз сөйлестік. Қанат туралы оған айтып бердім. Оған қалай ғашық болғанымды түсіндіріп жеткізу мүмкін емес. Әңгіме қылып отырғанымызда Қанат хабарласты. Дереу тұтқаны алдым. Жағдайымды сұрап, кездесуге шақырды. Жатақханаға көшіп келгенімді айттым. Осы мекен-жайды WhatsApp-ына жазып жіберіп едім, дереу келді. Екеуміз жолығып біраз қыдырдық. Өткен кеткенімізді, сырларымызды айтып, күліп ойнадық. Кеш қарайып қалыпты. Жатақханаға кешкі 10-ға дейін бару керек. Сол себепті амалсыз қоштастық. Жатақханаға келіп тастады. Тәрбиешілер көріп қоймасын деп, көлігін алыстау жерге тоқтатып, бері қарай жаяу келдім. Келсем, Аяла күтіп отыр екен. Менің бақытты жүзімді көріп, Аяла да мәз. Біраз әңгіме қылып, артынша ұйқыға жаттық. Таңертең тұрып, шайымызды іштік те, оқуға қарай тарттық. Бір уақытта көрші колледждің алдында Қанаттың машинасын көрдім. Неге тұр деп қарап тұрмын. Жанына қарай бара жатқанымда, колледжден музейде көрген қыз екеуі шығып келе жатыр. Қанат мені байқамады. Ал ол қыз байқап, дереу Қанатқа жабыса бастады. Қанат та кетәрі емес, құшақтап қояды. Екеуі көлікке отырып, бір жаққа қарай кетіп қалды. Мен аң-таңмын. Аяла жүр деп сүйрелеп келеді. Жаңа ғана
Не көрдім деп өзіме келе алмай жүрмін. Сонда екеумізбен де жүре ме? Сабаққа келіп отырдық. Оқуға деген құлшыныс жоқ. Бар ойым Қанатта. Телефонға қарап қоңырауын күттім. Әншейінде хабарлама жазып, хабарласа беретін. Неге телефонда үн жоқ деп өз миымды өзім ашытып отырмын. Сабақ бітіп, шығып бара жатқанда әлгі қыз мені күтіп тұр екен. Танымағандай кете берейін деп едім, ол қыз тоқта деді. Бұл сөзіне ашуым шыққанымен таң қалдым. Бет жүзіне қарап едім, тіпті менсінбегендей кейіп танытып тұр. Бір орындыққа келіп отырдық. Не айтары бар екен деп тосып тұрмын. Қанаттан күдерінді үз, ол менікі. Мен 2 жыл бойы өзіме қарата алмай жүрген Қанатты 2-3 күнде жүрегін жаулап аламын деп ойлайсың ба? Мен де қарап қалмай, сүйгенді сүй, сүймегенге сүйкелме дегенді естуім бар шығар. Сондықтан енді оған жолаушы болма дедім. Мен де оңай адам емеспін. Оның осы сөзінен ақ екеуінің жай ғана дос екенін түсініп, махаббатымызды сақтап қалу үшін аянбайтынымды түсіндім. Қанат хабарласып, кездесуге шақырды. Күндегідей екеуміз қыдырып, әңгіме қылып жүрміз. Оған менен жасыратын нәрсем болса, бірден айт деген едім. Ол жасыратын ештенем жоқ. Сені кездестіргенім үшін Аллаға шексіз ризамын деді. Ол сөзі маған күш берді. Кездесуден кейін жатақханаға келе жаттым. Алдымнан әлгі қыз шықты. Мені қайдан тауып ала беретінін қайдам? Әйтеуір көзіме күйік болды. Қанаттың қасында неге жүрсің деп тоқ ете қалды. Ол менің жігітім деп бұрылып кетіп қалдым. Қанат екеуміз бір-бірімізді қатты жақсы көріп, болашағымыз жайлы жоспар құрып жүргендіктен ол қыз туралы мүлдем ойламадым. Бір күні телефоныма хабарлама келді. Әдетте мұндайды кинолардан көруші едім, ал енді өмірімде. Қанат екеуі суретке түсіпті. Оны маған жіберген. Екеуі түнгі клубта жүр. Екеуі де өлердей мас. Қанат арақты аузыма алған емеспін деген. Мен бұдан барлығын түсіндім. Енді құр отырудан пайда жоқ. Аялаға жағдайды ескертіп, бүгін жатақханада болмаймын деп кеттім. Қанатқа қайта-қайта хабарластым, бірақ ол көтермеді. Қайдан іздерімді білмедім. Ақырында телефонға жауап берді. Бірақ телефонды алған әлгі қыз. Бізді көргің келсе, мына мекен жайға кел деді. Баруға батылым бармады. Жатақханаға қайтып кеттім. Сол күннен соң Қанаттан мүлдем хабар жоқ. 5 күндей уақыт өтті. Қатты уайымдадым. Не де болса, аман болсыншы деп тілеп жүрдім. Бір күні өзі хабарласып, әлгі қыз, есімі Феруза, екеуінің арасында болған жағдайды айтып берді. Ол маған сусыныма дәрі қосыпты. Содан есімді білмеймін. Мен оянған соң бәрін өзім мойындады. Сені әдейі келтірмекші болыпты. Жан-жақтың бәріне шам жағып, типа романтикалық кеш болды деп ойласын депті. Ал сен келмегесін, ойы жүзеге аспаған. Ол да сені күтіп, ұйықтап қалған. Таң ата мен оянып, жан-жағыма қарап таң қалдым. Арамызда ештеңе болмаған. Мен оны білемін. Ал ол мен көрмесін деп тез арада бәрін жинап жатыр екен. Мен барлығын көрдім. Мұны не үшін жасадың деп ақыры ойындағысын біліп алдым деді Қанат. Бірақ ол менен оңайлықпен айырылатын түрі жоқ. Ата-анаммен танысамын деп қайтпай отыр. Екеуінді де ата-анаммен таныстыруға апарамын. Олар қайсынды қабылдайды, сол қызды үйге орамал жауып кіргіземін деді. Шынымды айтсам, таң қалдым. Қанат жүзіме қарап, кімнің үйге келін болып қадам басатынын өзінде біліп тұрсын. Ата-ананың жүрегі сезеді, кімнің қандай адам екенін деді. Оның әрбір сөзі маған ерекше қолдау. Сондықтан болашақ ата-енеммен танысу үшін дайындалдым. Бірінші Ферузаны апарды. Оны анасы кіре сала сұрақтың астына алыпты. Шай құйғанын, сөйлегенін, отырысын сынап, Қанаттың айтуы бойынша. Бұлай айтқанда ұнатпағанын ашық айтыпты. Одан кейін мен бардым. Есіктен кірген бетім сол еді. Анасы келе ғой қызым деп отырғызып, жақсы әңгімелер айтып, жүзімді қуанышқа толтырды. Бірден құда түсіп, сырға салу рәсімі болды. Үйден ұзатылып шықтым. Көп ұзамай тойымыз да болды. Біраз уақыт өтіп, оқуымды бітіріп, диплом алдым. 9 айдан соң шекесі торсықтай ұл бала дүниеге әкелдім. Бір күні Қанаттың телефонына SMS келді. Ұлды болыпсың, құттықтаймын. Мен де тұрмысқа шықтым депті. Оған қуанғаныммен Қанат әлі де онымен сөйлесіп жүрме деп қатты күмәндандым.
Бірақ Қанат оны көріп қуанып кетті. Мазамды алып жүреді, ақыры кетіпті ғой деп көз алдымда нөмірін ауыстырып, оны блокқа тығып тастады. Оған мен де риза болдым. Мен нағашы әпкемнен кешірім сұрап, анам екеуін татуластырдым. Енді барлығы жақсы деген ниеттемін. Қазір екінші рет ата-ана атандық. Бір қыз, бір ұлымыз бар. Аллаға шүкір, бақыттымыз. Алла басымыздан айырмасын.